Бастай салам. Ұлы педагог, ағартушы, ақын, жазушы, даланың дара ұстазы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған ашық тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Ыбырай Алтынсарин қазақ арасынан шыққан тұңғыш кемеңгер адам еді. Ол өзінің қараңғы, көшпелі халқының ішіне европалық мәдениеттің жарық сәулесін таратты. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық, оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар деп қазақ жастарын ерте кезден оқу білімге, ғылымға шақырды. Қараңғы қазақ халқына жарық, нұр сәуле сыйлаған дара тұлға. Сауатты болса екен деп қазақ халқын, білімге бастап берген жолды салды тәлімді тәрбиелі еңбегімен, Ыбырайдан өшпестей мұра қалды. Еліне өшпес мұра қалдырған кемеңгер ақын Ыбырай Алтынсаринұлының өмірбаянымен танысайық. Балсары. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин атамыз Шынаты Ибрахим. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері, этнограф. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би және старшын балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты, көп оқыды. Ресей қоғамының білімді адамдармен жиі араласып тұрды. Орынборда жүрген кезінде шығыстанушы Григорьевпен жақын танысып алды. Ол өзінің бай кітапханасымен Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат етті. Білімге құштар жас бос уақытында бәрін де сол кітапханада өткізді. Білген үстіне біле түссем деген құмарлықпен өз халқыма неғұрлым көбірек келтірсем деген абзал арманға ұмтылыс жас Ыбырайдың өмірлік кредосына айналды. Өзінің кеңес құлқы жағынан қарапайым әрі еңбексүйгіш еді. Өзге халықтардың қол жеткен табыстарына неғұрлым көбірек білсем, түссем деп армандады. Алған білімін өз халқының пайдасына асыруға талпынды. Бұл суретте біз Ыбырай Алтынсарин атамыздың Балқожа бидің қолында өскен кезіндегі суреттерін көреміз. Және де 1850 жылы мектеп ашылады да оған қабылданған 30 қазақ баласының бірі 9 жасар Ыбырай болатын. Ыбырай мектепте сабақты ынта қойып оқиды. 1857 жылы оқуын өте жақсы деген бағамен бітіріп шығады. 1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған тілінде тілмаштық қызмет атқарады. Қалада оқып, қазақ даласында беймәлім жаңалықтардан хабардар болып, ой өрісі кеңейген зерделі бозбаланың 2 жылда елде болуы, қазақ қоғамының жағдайын тереңірек түсініп, жаңаша сезінуіне, өзіндік ойға келуіне мүмкіндік берді. Бұл суретте біз Ыбырай Алтынсарин атамыздың салдырған мектебін көреміз. Және де 1860 жылы Жайықтың шығысында қазақтар үшін 4 бастауыш мектеп ашылған кезде Ыбырай өзі сұранып, Торғай мектебіне білім алуға рұқсат алып, сонда келеді. Бірақ мектеп бірден ашыла қоймайды. Бұл аралықта Ыбырай ел ішінде мектеп пайдасын түсіндіріп, біраз баланы өз үйінде оқытады. Торғай мектебі 1864 жылы ғана ашылады. Осы жылы қаңтардың 8-і күні көптеп күткен ісім орнына келіп мектеп ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы есті балалар. Мен балаларды оқытуға қойған шапқан аш қасқырдай қызу кірістім деп жазды. Ол белгілі шығыстанушы профессор Ильинскийге жазған хатында. Ыбырай мектептегі сабақ пен тәрбие жұмысын сол кездегі орыс мектептерінде үлгісінде құрады. Сабақты қазақ тілінде жүргізе отырып, ол балаларға орыс тілін үйретуге, пән негіздерінен білім алуға тырысты. Пән негіздерінен білім беруге тырысты. 1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастырды. Оның ағартушылық аса зор еңбегі болды. Қазақ даласында мектептер санының артуына байланысты Ыбырай мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алды.
1881 жылы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Ыбырай мектептер ашу ісімен ғана шектеле қалмады. Ол сол мектептердегі тәлім, тәрбие, оқу жұмысына айрықша мән берді. Оқу тәрбиесін жаңа бағытта ұйымдастырды. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын рөлін жоғары бағалады. Халық мектептері үшін ең керектісі мұғалім деп жазды ол. Тамаша жақсы педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да, әбден мұқият түрде жүргізілетін инспектор бақылауы да мұғалімдерге тең келе алмайды деп жазған. Ыбырай Алтынсарин атамыздың шығармаларының басты тақырыбы ол еңбек болатын. Адамның өмірі үшін ерекше маңызды рөл атқарады. Еңбексізде, өнерде, білімде қолға бірінші орынға қойып, тәрбие негізі адал еңбек тұжырым жасайды. Оның бұл тақырыпта жазған көптеген әңгімелері бар. Мысалы, өрмекші, құмырсқа, қарлығаш, бай баласы және жарлы баласы, қыпшақ секілді тағы басқалары. Жазушының бір топ әңгімелері адамгершілік тәрбие мәселесіне жазылған. Адамзат баласы шіреке жерге түскеннен бастап, ата-анасының аялы алақаны мен ыстық ықыласына бөленіп өсетіні белгілі. Ата-ана баласына небір асыл қасиеттерді үйретіп, жақсы азамат болуын тілейді және үміттенеді. Бұл тақырыпта да жазған Ыбырай шығармалары бар. Мысалы, асыл шөп, бақша ағаштары, таза бұлақ, тағы басқа. Әр әңгімесінде тәрбиенің ізі жатыр. Оны түсініп оқыған адам ғана ұстаздың шебер тәрбиеші екеніне көзі жетеді. Бұл суретте көріп отқанымыз Ыбырай Алтынсарин атамыздың ең алғаш 1879 жылы Орынбор қаласында шыққан «Киргизская хрестоматия» деген атпен жарияланған кітабы. Кейін ол Мақтубат делініп 1889, 1896, 1899 жылдары арабша басылып шықты. 1906 жылы Васильевтің редакциясымен жарық көрді. Совет жылдарында жеке кітап болып, 1935, 48, 55 жылдарында сан рет басылды. Және де қазақ хрестоматиясына енген тақырыптары мынандай бөлімдерден құралды. Балалар, өмірден алынған әңгімелері. Бұл түрлі орыс хрестоматияларынан көбінесе Паулсонның хрестоматиясынан алынған болатын. Әртүрлі жинақтардағы адамдар өмірінен алынған әңгімелері. Және де қазақ ақындарының ең таңдаулы өлең жырларынан үзінді қазақтың мақал мәтелдері. Осының бәрі қазақ хрестоматиясы деген кітабының ішінде енген болатын. Және де келесі бұл Ыбырай Алтынсариннің өлеңдері. Кел балалар оқылып, қарлығаш, қарға мен түлкі, әй достарым, әй жігіттер, өзен, өнер білім бар жұрттар, азған елдің хандары, Балқожа бидің баласына жазған хаты, жаз және тағы басқалары. Келесі біз Ыбырай Алтынсарин атамыздың ағартушылық жолында кезіндегі видеоларына көңіл бөлсек. Дауысын шығарыңдар. Айзат, дауыс шықпай жатыр. Абай, мен дауысын шығардым ғой. Они тоже принят. Жарайды, видео материалды өткізейік, ары қарай жүргізушілер видеоны өшіріп жалғастыра берейік.
Сәлем жолдап шәкіртке дұғай, орандап өлеңімен келді бұлай. Жас ұрпаққа жар салып жанымен де, кел балалар оқылық деді Ыбырай. Ыбырай қазақ жастарын оқуға шақырумен қатар, адамгершілік, махаббат, еңбек, жігерлік, тақырлық деген сияқты тақырыптарға өлеңдер жазды. Бұлай айтқанда, адам деген ардақты есімді ақтай алатын кісі болып шығуды насихаттап, жастарға дұрыс тәрбие бергенде ғана бұл міндеттерді іске асыруға болатындығын ол жақсы ұғынды. Ендігі кезекті ақынның жазған өлең жолдарына берейік. Өнер білім бар жұрттар, өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салып бізді. Айшылық алы жерлерден, көзіңді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзген балықтай, дүние кезді жалықпай. Білгендерге осылар, бәрі дағы анықтай. Білмегенде танықтай, біз де бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көкшектей, жас өспірім достарым. Қатарың кетті-ау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, иектегі сақалда. Өнер жігіт көркідеп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым. Сіздерге бердім батамды. Өсиет өлең. Жаратты неше алуан жұрт бір құдайым, теңетті бәрімізге күн мен айым. Адамнан адам біткен баласымыз, қайсын бөлек тудың деп айырайық. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріне қарасыңыз. Өмір деген біз күндік кетер өтіп, атанбаған орынға барсыңыз. Пайғамбар бұрынғы уақытта дәуіт еткен, патша боп бұл дүниеге даңқы кеткен. 30 ұлым бар ғой деп кептік ойлап, құдайым 30-ында әле кеткен. Жылаған дәуіт патша тоба қылып, өзінің пенде екенін сонда біліп, мұнан соң тақ Сүлеймен туды дейді, 30 ұлға бір өзен жора қылып. Ескендір патша болып дүние алған, қалмаған, бұл жалғанда ешбір арман. Жалғызақ өлмеске айла табамын деп, ізденіп мәңгі суын соған барған. Мәңгіден су ішкенге өлім болмас, Ескендір мұны сұрап білгені рас. Су әпкел деп жіберді уәзірлерін, уәзірі қасындағы Қыдыр Ильяс. Екеуі барды суға, суды ішті. Бір кесе патша үшін жан алысты. Енді қайтып жүрелік деп тұрғанда, бір адамға сол жерде көзі түсті. Сұрасты, мұнда отырған неткен жансыз, қарасақ келбетіне мұсылмансыз. Сонда ол кісі өз жайын баян етті. Мен дағы бір патша ем еш күмәнсіз, өлмеске мен де осылай талап еттім. Бір күні осы суға келіп жеттім. Әлемдегі ең сұлу және ең керемет тау – ана. Оның қадірі мен қасиетін түсініп біту мүмкін емес. Өйткені түн ұйқысын 4 бөліп, сіз үшін өлгенше жанын беретін ананың балаға деген махаббаты мәңгілік, шексіз. Ыбырай Алтынсаринда ана тақырыбын айналып өтпей, аяулы жандарға жүрек тебірентер өлең жолдарын арнаған. Ананың сүйуі атты өлең жолдарына кезек. Ыбырай Алтынсарин, ананың сүйуі. Кім сендерді балалар сүйетұғын, ана бала, қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйетұғын. Түн ұйқысын 4 бөліп, кірпік қақпай, шешең байқұс дамылсыз жүретұғын. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп, ойнатып, серіктетін. Жалқау болсаң, балалар жаман болсаң, қамқораннан көз жасын көлдететін. Кім сендерді сағынар шетке кетсең, ғылым іздеп, тез қайтпай көкке кетсең, ұмытпа ең кемінде жұлдыз сайын хат жазып та төбесі көкке жетсін. Кім сағынар сендерді келгенше, құлындарын көзімен көргенше, сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманы болмас еді өлгенше. Ақын өлеңдері табиғат көрінісін, адамдардың тіршілігімен байланыстыра суреттейтін негізгі идеясы туған ел табиғатын суреттеу арқылы өзінің жас шәкірттерінің бойына табиғатты, отанды сүю сезімдерін дарыту. Ендігі кезекті Ыбырай Алтынсариннің табиғат жайлы өлең шумақтарына берейік. Өзен. Таулардан өзен ағар, сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған.
Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңде бар дертіңді қажырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзеннен рақат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларда шуылдап желмен бірге басырады. 10 мың мал айдап өтсең лайық алмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көк шығып, шөп бітпеген жары қалмайды. Ел қыстап күн көреді жаныбында, дәм болар алуан балығында. Тас-таста, алтын таста сынамаққа, сонда да аққан өзен қалыбында. Құдіретін құдайымның көресің бе, не нәжіс тоқтар өзен денесінде. Арыстан демалуға суға кірсе, балықтар шымшып ойнар терісіне. Ыбырай Алтынсарин жас. Сәуірде көтерілер рахмет туы, көрінер көк жүзінде қазбен қуы. Көктен жаңбыр таулардан сулар жүзіп, жайлар жер жүзіне қардың суы. Ұшпақтың бір сәулесі жерге түсіп, өсірер жерде шөпті нұрдың буы. Жақындар, құдайымның көктем күні, сен болар жарлықпенен күн мен түні. Аспаннан рақымменен күн төнгенде, қуанып қыбырлайды ымыз шыны. Ұйқыдан көзін ашқан жас балаша, жайқалып шыға келер жердің гүлі. Шалақтап, бұлты шығар мұнарланып, жаңбырлы күндер түсер тұманданып, адамзат нәрі осын судай жұтар, шөл тартқан айуандарша құмарланып. Ыбырай Алтынсарин, қарға мен түлкі. Ашылып түлкі жүрді жапандарда, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Еш нәрсені көре алмай келе жатса көзіне түсті алыстан жалғыз қарға. Жүгіріп, түлкі соған жетіп келді. Қарғағаштың басында мұны көрді. Істеген аузында тәтті ірімшік, оны көріп түлкі кең сөйлей берді. Қарға батыр, әр сөзің күміс алтын, сырттан халқаң тілейді барша халқың. Қарғаныңдей әуе жоқ деп, осылайша шығады сыртқа даңқың. Сандуғаш, бұлбұлдарды көріп едім, жүзіңді бір көруге келіп едім. Даусыңды бір шығаршы шаттанайын, сырттан асық болғаннан бөліп едім. Басын салып құйрығын бұлғаңдатып, екі көзін қарғаға қылмаңдатып. Қарға тақсыр, көз жасын көріңіз деп, жыламсырап сөйлейді жылмаңдатып. Масаттанып бұлғарға сілкінеді, ішін тартып миықтан бір күледі. Арып-ашып алыстан келген шығар, көңілі тыныш кетсінші шіркін деді. Мақтау сөзге семіріп судай тасып, бәрменінше қарқ етті аузын ашып. Қарқ еткенде ірімшік жерге түсіп, оны кетті түлкі кең алды қашып. Табиғат әсемдігі мен әдемілігі жайлы қанша өлең жолдарын жазсаң да аздық етеді. Біздің ұлы даламыздың әр тау тасы топырағы қадірлі ғой шіркін. Қасиетті қазақ топырағы елімізге бір туа дарын иелерін сыйлаған. Келесі кезекте осы қасиетті де қастерлі туған жер Қазақстанымызға арналған әнге берейік. Орындаушы Шарипова Назира. Таныс өлке, таныс аймақ, танысмақ. Анау жерде құрбылармен алысқан. Анау жерде құрбы жанмен табысқан. Жолдар анау шұбатылып шамышқан. Таныс өлке, таныс аймақ, танысмақ. Айналайын атамекен Ақмекен. Қандай қазақ іздеп сені тап деген. Айналайын атамекен Ақмекен. Туған өлке тәтті екен ғой, тәтті екен.
Ыбырай Алтынсарин жазба әдебиетке тән проз жанрында негізін қалады. Ол тұңғыш рет балаларға арнап әңгіме жазған жазушы. Ыбырай әңгімелерінің басты ерекшелігі жақсы мен жаманды салыстыра отырып әңгімелеу арқылы балалардың санасына ой салу, адамгершілік тәрбиелеу, еңбекті сүю және қадірлеу Ыбырай әңгімелерінің негізгі тақырыбы болды. Бакир Алуа әділдік әңгімесі. Ыбырай Алтынсариннің әділдік әңгімесіне келетін болсақ, бұл әңгіме өзін атап тұр десек те болады. Бұл әңгіменің басты кейіпкерлері олар қазы мен екі тіленші. Екі тіленші қазыға келіп қайырын сұрайды, бірақ қазы оларды қуып тастағысы келді. Кетпей тұрғандықтан оларды зынданға тастағысы келді. Бірақ сол арада тіленшілер жоқ болып кетті. Содан кейін бірнеше күн өткен соң қазыға қонақтар келіп той болды. Сол кезде ана күндегі тіленшілер тағы келіп, тағы да қайырынын сұраған еді. Қазы оларды жамандап, адамдарын шақырған еді. Сол арада тіленшілер үйге кіріп, ескі киімдерін шешкен болатын. Жайылған қонақтар бұларды танып, аяқтарына құлап жығылысты. Тіленші болып жүрген Қарун Рашид деген Қалима патшасы, ал қасындағы Жапар деген уәзірі екен. Ыбырай Алтынсариннің бұл әңгімесі арқылы бізге айтатыны мынадай: адамды киіміне қарап бағалаудың қажеті жоқ. Қырықбаева Сания, әке мен бала әңгімесі. Сания. Сания, дауысың шықпай жатыр. Сания, дауысың естілмей жатыр. Ары қарай. Қырықбаева бақша ағаштары әңгімесі. Бақша ағаштары. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштар мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреусі неге қисық біткен деп сұрайды баласы. Оның себебі, балам, анау ағашты бағу қағумен өсірген, қисық бұтақтар болса өсіп. Мынау ағаш бағусыз, өз шығу қабығымен өскен деп айтады атасы. Олай болса, бағу қағуда көп мағына бар екен ғой, дейді баласы. Бағу қағуда көп мағына болғанда шегі жоқ шырағым. Мұнда сен де өзің әбірет болсаң, мұның да сен де өзің әбірет болсаң болады. Сен де жас ағашын, саған да жақсы күтім керек. Сен менің қате істерімді түзеп, пайдалы іске үйретсем, мен де сен айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы үздік кісі болып өсерсің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаш сияқты қисық болып өсерсің, дейді. Ыбырай Алтынсарин бақша ағаштары атты әңгімесінде, яғни тәрбиелік үлкен рөл атқаратынын айтап өткен болатын. Соның бірі ол талап. Талап етіп талпынбаса, адам баласы алға баспаған болар еді. Талапты егерде нұр жауар деген халық мақалда өмір тәжірибесінен тұнған деп айтып кеткен. Қазақ халқының дарынды перзенті Ыбырай Алтынсаринұлы аса күрделі тарихи кезеңде патша үкіметі шығыс халықтары арасында қатаң отарлау саясатын жүргізіп жатқан кезде өмір сүрді. Қазақ халқының тарихында Ыбырай Алтынсарин есімі ерекше орын алады. Ол қазақтың тұңғыш педагогі. Қазақ даласында бірінші рет мектеп ұйымдастырып, қазақ жастарына білімнің есігін ашқан. Иә, Ыбырай Алтынсарин өз халқын жан-тәнімен сүйген. Халқының мәдени көркейіп өсу үшін бойындағы бар күш-жігерін аянбай жұмсаған нағыз патриот еді. Ыбырай Алтынсарин нағыз халықшыл жазушы, өмір шындығын озық идея тұрғысынан таныта білген кемеңгер суреткер, қоғам қайраткері, заманының ең басты мәселелерін көтеріп, жыр төккен азамат ақын, жанашыл жазушы. Өз бойындағы қуатын халық мақсаты үшін аямай жұмсаған адал жан. Дана дара ақынның құрметіне арналған ашық тәрбие сағатымызды ақын Ақылбек Шаяхметовтің жазылған өлең шумақтарымен аяқтағым келіп отыр.
Алтынсарин қазақтың жарық шамы, ойлағаны аяулы халқым. Жап-жасыл жайқалатын жапырағы, Ылбырай Алтынсарин елімнің алтын бағы. Алтынсарин ел үшін соққан жүрек, сезім оның дүрсілін шаттанды кеп, қалың қардың жібіткен мұзденесін. Алтынсарин аңқылдақ алтын күрек. Денесі оның тобылдың жағасында, мүсіні тұр Қостанай қаласында, Ыбырай бұлағының мөлдір суы шүпілдейді білімнің шарасында. Қазақтың маңдайына біткен бір туы ақын, педагог Ыбырай Алтынсариннің жайлы қанша айтсаң да артық етпес. Болашақ ұрпақ үшін білім теңіздің кемел жолын салып берген дара тұлғаға әркез құрмет пен алғысымыз шексіз. Құрметті қонақтар, ашық тәрбие сағатымызға қатысып алтындай уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін сіздерге рахмет. Осы тәрбие сағатымызды Тұрсынбекова Аяжанның әсем әнімен аяқтайық. Туған шарлап өтер дастаным, бензерім қымбат дауын асқарым. Жаныма шуақ төккен бойыма қуат берген сенің жұмбақ аспаным. Мейірбан анамдайсың аяулы, таңдарым күліп құшақ жаяныр. Әлемді шарласам да таппаспын сенде саяным. Туған елім, салтанатым менің туған жерім, махаббатым сені сөндірмейді, жүректегі жалынды. Әлдилеген, ән бесігім менің атам екен, тал бесігім менің жарқыратқан, арайлы нұр таңымда. Қырымда гүлдер келіп тамсанған, бағымда бұлбұлдай ән салған. Жандарым парасатқа толтырып, болашаққа сенен самғап қанат қақтаған шарман. Туған ер қандай мектеп қызынды, перзенттік ақтаймын тосынды. Аяулы таңдарыма жол аштың, арманыма сен. Біз болашақ ұрпақ, ендігі даланың дара ұстазы Ыбырай Алтынсарин салған білім жолында әркез нық қадамдар жасап, ел болашағы үшін аянбай тер төгуіміз қажет. Қазақстанымыздың болашағы білімді де саналы ұрпақ қолында. Қатысқандарыңызға рахмет. Осы тәрбие сағатты аяқтайтын қорытынды сөзді тәрбие бөлім басшысы Шолпан Елеумесовнаға берсек.